Sizде мына сөйлемге мән беріңіздер, мына екі сөйлемге. Екеуінің арасында қандай айырмашылық бар? Қараңыздаршы, қандай айырмашылық бар екі сөйлемнің арасында? Екеуінде де hum бар, көріп тұрсыздар, иә? Демек, есімді сөйлем басталды. Бірінші сөйлемдегі сәхун, екінші сөйлемде қай жақта тұр? Соңында тұр. Соңында. Ал біздің харфу жарымыз ан қай сөзбен байланысты еді? Сәхунмен байланысты еді, иә? Ол алдыға шығып кетіп тұр. Көріп тұрсыздар, алдыға шығып кетіп тұр. Арабшада бір мәселеге мән беріп, былай елдің назарын аудару үшін оны алдыға шығарып жібереді. Сонда бұл жерде мағына күшейтіліп тұр. Намаздарына немқұрайлы қарайтындар. Біз оны қазақшада ондай ударениені көрсете алмаймыз да, біз оны тек дауыспен білдіреміз. Намаздарына немқұрайлы қарайтындар. Арабшада мынау да намаздарына немқұрайлы қарайтын, мынау да намаздарына немқұрайлы қарайтын. Алайда мына жердегі ударениені біз қазақша тек дауыспен ғана, ал кітапта мүмкін оны ударениесі бар бұл жерде деу үшін қалыңмен түркше аудармаларда бояп қойып жүргендігін көрдік. Бұны әрине нендей өкініш намаз қылады оқушыларға. Міне солар намаздарына немқұрайлы қарайтындар деп әрине сөзбе сөз аударуға болады. Алайда аудармаларда көбіне намаздарына олар немқұрайлы қарайды деп баста мына біздің Құран газеттегі аудармада қарасаңыздар, сондай намаз оқушыларға нендей өкініш, сондай деп неғылуға беріпті да, олар намаздарын немқұрайлы оқиды дегенді, намаздарын олар немқұрайлы оқиды десеңіздер, дауысты өшіріп қоясыздар ма, қыздар? Намаздарын олар немқұрайлы десек, бізде қазақшада кішкене ударение жасаған болатын едік. Мен дауысты өзім көрейін. Кей кезде дауысы ашық қалып қалады, жаңа қосылған кісілерде соны байқамайды. Өшіріп қойдым. Бұл түсінікті ме, қыздар? Яғни бұл жерде біраз мағына күшейтіле отырып, намаздарына немқұрайлы қарайтындарға нендей өкініш делініп тұр. Яғни алдыға шығарылып тұр харфу жар, әлбетте етістіктен кейін келу керек. Қыздар, дауысын өшіріп қоясыздар ма? Жаңағы мағынасы күшейтілгенді түсіндіңіздер ме, қыздар? Дауысы ашық болып тұрғанда менде көрінбей тұр, мына жерде. Мен өшірдім, алайда өшпеді. Түсінікті, да? Енді арабшада жаңағы сыла жөмлесі жағада етістік түрінде де келуіне болатын еді, алайда есімді сөйлем түрінде келуі ол мағына жағынан күштірек. Мысалы, қарапайым тілде біз бұны, қарапайым дегенде біз өзіміздің сөйлеуімізбен әлләзина ясхуна ан салатихим деп айтуға болатын еді, ең қарапайым түрінде. Қараңыздар. Ясхунаны басына хум қойып жесеңіз, жомағана күшейді. Ясхунаның өзін етістік емес, сәхун түрінде, есім түрінде айтсаңыз, оның мағынасы одан да күштірек деген сөз. Яғни, сондықтан бұл жерде біраз мағына күшейтіліп, одан кейін ан салатихимді алдына алып, мағына одан да күшейтілген түрде намаздарына немқұрайтын халге келген намаз оқушыларға. Сондай халге уже келген, сондай сипатқа ие болған кісілерге нендей өкініш дейді. Енді тәпсіршілер бұны айтқан кезде, кей кезде енді адам байқамай ұмытып қалатын жағдай болады. Кей кезде действительно денсаулығы болмай, я да шаршап тұрып, не оқығанын білмей қалатын жағдайлар кездесіп жатады. Алайда үнемі ықыласымызды сақтауға тырысқанымыз дұрыс. Басқа ойға кетіп қалсақ, тезірек ойымызды жиып алып. Сондықтан кей кезде уағыз парақшаларында намазды ықыласпен оқу үшін аяттардың мағынасына мән бере отырып оқысаңыз, мағынаны ойлап тұрғандықтан басқаға ойыңыз кетпейді деген сияқты насихаттар айтылып жатады. Бірақ шайтанның ең көп уәсуаса беретін амалдарынан бірі ол намаз кезі екен. Намаз кезінде ең көп намаздың сауабын ұрлау үшін өте үлкен жұмыс істейді. Енді әлләзиннің анықтауыш болып келіп тұр дедік. Ирабына қарасаңыздар, исм маусул
fi mahalli орнында jarri, yani anıqtауыш bizde Arapçada толық сәйкес септікте. Сондықтан алдындағы исім мәжрурдың анықтауышының орнында келіп тұрғандықтан fi mahalli jarri sıfa, яғни анықтаушының ілік септігінің орнында тұр деп қарайды. Яғни сөзбе-сөз аудармасына қарасаңыздар осындай бір анықтама береді. Хымге келетін болсақ, замир есімдік, о да өзгермейтін болғандықтан fi mahalli деген иғрап жасайды, махалли иғрап жасайды, орнында тұр. Ненің орнында? Анық атау септігінің. Ненің атау септігі? Бастауыш деп осындай. Біз енді оны тікелей бастауыш деп айтуымызға болады. Харфу жеріміз, қараңыздар, алдыға шығып кетсе де, бұны мутааллиқани байланысты, сәхуммен байланысты алдыға шығып тұр, алайда байланысты деп бұл жерде ескерді. Ан салатихимді көріп тұрсыздар, харфу жар, о салат исім мәжрур біл кәсра, міні кәсрамен келіп тұр. Және ол мудаф, бірінші мүше болып тұр изафеттің. Артынан келген замиріміз фи махалли жари мудафилей. Мудафилейдің орнында тұр, ал харфу жардың өзімен артынан келген мәжрур есіміміз мутааллиқани байланысты bis сәхун сөзімен. Сәхун хабар, мәрфу атау септігінде ваумен кеп тұр. Дамма болмағандықтан себебін түсіндіреді. Лианнаху өйткені ол жама көпше тұр. Ненің көпше түрі? Музаккар ертегінің сәлим дұрыс түрде келген. Яғни дұрыс көпше түр. Арабшада дұрыс көпше түрі деп уна деген сияқты, қазақшадағы сияқты қосымша жалғау, көптік жалғау жалғанып жасалған сөздерге айтады. Өйткені арабшада жалғау жалғанбай сөздің түрі өзгеріп жасалатын көпше түрлер де бар. Сондықтан осылай түсініктеме береді. Хум ан салатихим деген мына сөйлеміздің өзі силат әллазин. Әллазиннің сыла сөйлемі. Сыла дегені анықтауыш бағының қылы сөйлем деп жүреміз, біз қазақшада сондай сөйлеміз. Енді алдыңғы бұл аяттар түсінікті ме сіздерге? Тағы аятымыз. Мына аятымыз, е? Мына аятты қайтадан басынан алайын, өйткені келесі аятымыз тағы да осымен байланысты болып келіп тұрғандықтан арабшада екінші анықтауыш депті. Әллазин. Уәллазин болса еді, бірыңғай анықтауыш дейтін еді. Тікелей уә қойылмай әллазин кеп тұрғандықтан бұны екінші анықтауыш деп иғрап жасайды бұған. Тағы да көріп отырғандарыңыздай фауайлул лил мусаллин, намаз оқушыларға. Қандай намаз оқушыларға? Намазына немқұрайлы. Қандай намаз оқушыларға? Екінші анықтауыш ретінде әллазин келіп тұр. Әллазин де көріп тұрсаңыздар, хым деген есімді сөйлеммен сыласы, яғни анықтауыш бағынқыл сөйлем тағы да есімді сөзмен келіпті, алайда үстіңгіден айырмашылығы тікелей етістік түрінде баяндауыш келген. Хым юраун. Юраун өткенде біз raa деген етістікті үйренген едік. Raa деген етістігіміз ол көрді деген етістік еді. Raa деген етістігіміз, раайта мына сүренің басында да келген болатын, Наср сүресінде де келген болатын, raa деген көрді деген. Осының үшінші бабы бұл, қыздар, фәәля деген формуламен жасалатын үшінші бапта келіп тұр. Үшінші баптың ерекшелігі осы істі жасауға тырысты дегенді білдіреді. Мысалы, көрді дейтін болса, бұл жерде біраз мағынасын өзгертіп барып, көрсетуге тырысты. Яғни көз бояушылық жасады, көрсетуге тырысты, көрсетіп бірсіне істі істеуге тырысты. Шын мәнінде Аллах үшін емес, мақсаты әйтеуір намаз қылса болды деу үшін, немесе елдер намаз оқыды деп айтсын, намаз оқиды деп санасын деген мағынаны білдіреді. Осы шағы юраи, енді осы юраиге қараңыздар, уна қосылып тұр, көпше түрде, етістікке де уна қосыла алады деген болатынбыз. Сондықтан мына өзінің мына яйы түсіп қалыпты, мына хәмза уаудың алдында харакаты даммаға ауысты. Даммаға ауысқандықтан астына да даммаға сәйкес мынандай уау жазылды. Юраун. Қазіргі тілде осылай жазады, ал Құранда былайда хәмза артынан уау хәмза екендігін былай көрсетіп, уна деп унаны дәл көруге ыңғайлы мынандай жазуда жазылады. Түсінікті ме? Юраун. Юраун. Енді мәд әрпін неде
не қыламай жүрміз, не еді? Екі әлиф ұзату хамзадан бұрын келгендіктен юраун деп созамыз. Негізі ра, юра, и деген етістік қой бұл. Үшінші бап. Мағынасы үшінші бапта бір нәрсені жасауға тырысу деген мағынаны білдіреді. Мінекей юраун, негізі олар көрсетуге тырысады. Біз қараңыздар, көрсетуге тырысады десек, біз қазақшада олар деген мағынаны қамтымайды, біздің етістік. Сондықтан біз олар көрсетуге тырысады деп, мына жерге де сондай аударма беруіміз керек. Қараңыздар. Мына сөйлемге қарағанда астындағы сөйлемнің мағынасы күштірек, өйткені басына олар көрсетуге тырысады деп ударение жасалып тұр. Көрдіңіздер ме? Сондықтан мына жерде біз мынаны қоймасақ та, бұл көрсетуге тырысатын намаз оқушыларға нендей өкініш деп аударымызға болатын еді. Алайда хым келіп тұрған сөз мағынасы күшейтіліп тұр деген сөз. Сыла сөйлеміміз етістікті сөйлем емес, есімді сөйлем түрінде келіп тұр. Арабшада ударение жасалды дедік. Ударение деген сөз мына уауымызға ударение жасау үшін дәл соны алдыға шығарып жібереді. Алдыға шығарғанда ол жеке жазылатын замир түрінде, есімдік түрінде хым болып келеді. Бұны кез келген нәрседе айтуымызға болады. Мысалы, біз әшейін қарапайым сөйлемде, мысалы, әғбуду десек, мен ғибадат жасаймын, әғбудуллах мысалы да. Бұл Аллаға ғибадат жасаймын. Алайда мен жасаймын десек, әнә әғбуд деп айтамыз да. Қазақшада да ғибадат жасаймын дегенде мен екендігі көрінеді. Жасайды деген кезде олар үшін де қолдана береміз біз қазақшада. Арабшада сіз оны көрсете алмайсыз. Әшейін ғибадат көрсетуге тырысады десек, кім дейсіз? Ол ма, олар ма, ол екеуі ма? Олар деп көрсету үшін жаңағы хымды бұл жерде қосып тұр. Сонда мына екеуі де бірдей мағынадағы сөйлемдер негізінде. Етістікпен басталса, етістікті сөйлем, етістікке ударение жасалып тұр. Есіммен басталса, сол басталған есімге ударение жасалып тұр деген сөз. Сонда негізгі сөйлем болмай, мынандай анықтауыш бағының қылы сөйлем болса да, бұл жерде олар дегенге ударение жасалып тұр. Біздің қазақша аудармада біз оны көрсете алмаймыз, қараңыздар. Олар көрсетуге, намаз оқушыларға, көрсетуге тырысатын олар болған намаз оқушыларға деген сияқты бір күшейту бар да, біз оны қазақшада ол күшейтуді көрсете алмаймыз. Ал арабшада сондай күшейтуді білдіретін неше түрлі жолдары бар. Сол жолдардан бірі етістікті сөйлемді есімді сөйлемге айналдырып барып осылай жеткізу. Енді несіне келетін болсақ дедік, бұл да екінші анықтауыш. Өзгермейді, көріп тұрсыз. Анықтауыш дегенде мына сөзіміз мәжрур ғой. Мәжрур, олай болатын болса, анықтауыш та мәжрур болу керек еді. Мәжрур болмағандықтан, кесрамен мәжрур болмай, өзгермей тұрғандықтан, фи махалли жарри сифа сания деп иғраб жасалады. Қараңыздар. Аллазина исм маусул фи махалли жарри сифа сания. Екінші анықтауыштың ілік септігінің орнында тұр деп иғраб жасалады. Хымыз тағы дамир, яғни есімдік, өзгермейтін болғандықтан фи махалли орнында, атау септігінің мүбтаданың орнында тұр дейді. Юрауна етістік. Арабшада етістіктерге де мәрфу деген анықтаманы береді. Егер алдында ләм, лән деген сияқты қосымшалар келмесе, әдетте өз соңындағы нун сақталып тұр. Нормалде дамма болу керек. Дамма болмаған жағдайда түсіндіреді. Өйткені ол 5 етістіктен деп. 5 етістік дегеніміз соңына уна, әни, ина жалғанатын етістіктер болатын. Сол етістіктерді 5 етістік дейді, өйткені басына ләм, лән деген қосымшалар келгенде түсіп қалатын. Бұл жерде түспей тұр дейді. Сөйтеді мына уаудың өзіне анықтама жасайды. Бұл уау, көпшіліктің уауы, көпше түрді білдіретін, ненің орында тұр? Фәғіл, яғни бұл етістіктің басталушының орында тұр деп қарайды. Бұл сөйлемнің өзіне фи махалли рафи хабарил мүбтада. Çünkü hım деген мүбтаданың бастауыштың баяндаушы ретінде келіп тұр дейді. Сөйлемнің барлығы сылат әллазин. Әллазиннің сыла сөйлемі деп қарайды. Сыла дегеніміз анықтауыш бағының қылы сөйлем. Қайталайтын болсақ,